Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы дүйсенбі сәттілікке толсын деген ниетпен біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде сот жүйесін жаңа заман талабына сай жаңғыртуға баса мән беріліп келеді. Соған сәйкес бүгінде облыс аумағындағы сот жүйесінде көптеген реформалар жүргізіліп, ұдайы жетілу үстінде. Әлемнің дамыған елдерінің жұмыс бағыты зерттеліп, қажетті тұстары қолданысқа енгізілуде. Осыда дәл қазір қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының кеңес меңгерушісі Айгүл Абылаевамен сұхбаттасуды жөн көрдік. Құрметті көрермен, тақырып аясында өзіңізді толғандырған сауалдар болса 279020 ал Қызылорда қаласының 7242 байланыс телефонына хабарласуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Айгүл ханым, жаңа күн төріне қош келдіңіз. Енді осыда әңгімемізді алдымен осы Қазақстан Республикасы судьяларының 8-ші съезінен бастасақ. Енді бұл 4 жылда бір рет өткізілетін съезде биыл яғни өзгеше сот мамандарының қатысуымен өтті. Енді өзіңізде сол делегат болып барып қайттыңыз. Алған әсеріңізбен бөлісе отырсаңыз, жалпы бұл съез қалай өтті, қандай форматта өтті? Енді осынау айтулы шарада нендей мәселелер көтерілді? Осыдан бастайық әңгімемізді. Осы ағымдағы жылдың 23 қазанында Қазақстан Республикасы судьяларының 8-ші съезі өтті. Бұл енді 4 жылда бір рет өткізіледі, сот жүйесіндегі тарихи кезең деп айтуға болады. Сол тарихи кезеңнің куәгері болдым. Енді жаңағы бұл бүгінгі осы өткізілген съез онлайн форматта өткізілді, биыл бірінші рет. Енді қазақта жақсы мақал бар. Ерекше жылға тап болып, қазақта жақсы мақал бар, еңбегіне қарай өнбекші деген. Осы сот саласында 20 жылдан астам еңбек жасадым. Сол еңбегімнің, адал еңбегімнің жемісі, нәтижесі деп білем осы съездің делегаты болу. 207 маманның арасынан іріктеп алындым. Әрине ол мен үшін үлкен жетістік, қуаныш деп білем. Сонымен қатар ол съезге мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза қатысты. Ол кісі осы сот жүйесіне өзінің үлкен оң бағасын берді жасалып жатқан реформаларға. Соның ішінде Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасы Жақып Қажыманұлы Асановтың еңбегін ерекше атап көрсетті. Әрине ол біз үшін үлкен мақтаныш. Өйткені осы сот жүйесінде жасалып жатқан реформалардың барлығы осы ашық халыққа тиімді жасау, азаматтардың сотқа деген сенімділігін, қолжетімділікті арттыру болып табылады. Сол мақсатта барлығымыз еңбек жасап жатырмыз. Сол еңбегіміздің нәтижесін көргенде мен үлкен әсерде болдым. Бұрынырақта мұндай съездер енді өткізілгенде, бұның алдында 2016 жылы өткізілген. Ол кезде судьялар барып қатысқан. Енді ол кезде біз съез болды, осының қаулысы шықты деп қоя салатын тұғымыз. Ал бұда мен енді өз көзіммен көріп жасалған жетістіктердің барлығын көзіміз жеткеннен кейін, жаңағы мемлекет басшысының мақтауын, оң бағасын алғаннан кейін, әрине үлкен әсерде болдым. Әсер ерекше болды. Мен ол съездің делегаты болғанмен әрине мақтануға тұрарлық жағдай. Енді Айгүл ханым айтып жатырсыз ғой, осы 20 жылғы еңбегімде, осы сот саласында 20 жылға жуық маңдай теріңізді төктіңіз. Енді осыда тақырыпқа қарай ойыссақ, бүгінде осы сот жүйесінде салыстырмалы түрде айтсаңыз, енді бұрынырақта осыдан мәселен 20 жыл бұрын, 10 жыл бұрын қалай болды? Бүгінде қандай жаңашылықтар болып жатыр? Осы сот саласына келгенде енді 21 жылдан аса уақыт өтті. Бұған дейін біз жаңағы осы 2018 жылы Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасымен сотта сот жүйесінің 7 түйіні деген жоба бар, өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер. Соның ішіндегі 4-ші түйіннің біреуі ол смарт сот, болмаса e-сот. Енді соның барлығының нәтижесін біз қазір көріп отырмыз. Оның ең бірінші тиімділігі, мысалға, соның ішіндегі виртуалды сот және түнгі сот жобалары. Виртуалды сот дегеніміз, яғни азаматтар өздерінің үйлерінен немесе жұмыс орнынан басқа қалада жүрді, өзінің смартфон арқылы немесе басқа да компьютер гаджет арқылы сот процесіне қатыса алады. Ол өте азаматтарға ыңғайлы деп ойлаймын. Сонымен қатар түнгі сот жобасы да енгізілді. Түнгі сот, мысалы, азамат күндіз жұмыс уақытында немесе сотқа келе алмаған жағдайда, ол түнде сағат 6:30 жұмыс уақытынан кейін өзі өтініш білдіріп, сот процесіне қатысуға мүмкіндіктері бар. Бұған дейін сот саласында жұмыс істеген кезімізде, мысалы 1999 жылы сот саласындағы жұмысымды бастадым. Ол кезде бізде мынандай ақпараттық төрелік деген ешқандай ақпараттық жүйе болған жоқ. Барлығын біз қолмен жазатын тұғымыз. Карточканы қолмен, статистикалық есеп қолмен шығарылатын тұғын. Біз түнімен жұмыс орнында отыратын кездеріміз. Қазір барлығы бізде төрелік ақпараттық жүйесі бар. Барлығы есебіміз, статистикалық бүкіл мәліметтерін соның ішінде дайын тұрады. Сақтаулы дейсіз ғой. Өте ыңғайлы. Енді жаңағы жаңашылықтар айтып жатырсыз ғой, өзгерістерді
сол өзгерістердің ішінде халыққа ең тиімдісі қайсысы енді? Ең тиімдісі, мысалға, енді түнгі сотқа тоқталғым келіп отыр. Осы түнгі сот жобасын енгізген кезде, сол кезде маған да қызық болып отыр, бұл түнгі сот деген бұл. Түнгі сот жол көлік оқиғасы болады ғой, мысалы, ең азаматтарға тиімді жағын айтайын, жол көлік оқиғасы орын алады. Енді ол абайсызда болатын құқық бұзушылық қой. Сол оқиға бір болған жерде, мысалы, құқық бұзушы мен жәбірленуші бір-бірімен келісіп тұрады. Өйткені қазіргі барлық автокөліктер сақтандырылған ғой. Сақтандыру полис арқылы ақшасы төленуге өзара келісіп тұрған кезде, дереу сол жерде хаттама толтырылып сотқа жолданады. Мейлі ол жұмыс уақытынан кейін тыс уақытта болса да. Құқық бұзушы мен жәбірленуші бірге сотқа келіп екеуі келіскен жағдайда, сосын сотқа өтініш береді. Сот қаулысын дереу күшіне ендіріп беру жөнінде. Сотта дереу қаралады да, сол күні соттың қаулысы қабылданып, сот актісі сол күні заңды күшіне енеді. Заңды күшіне енгеннен кейін біз оны бірден сақтандыру компаниясына жолдаймыз. Жұмыс уақыты болсын, жұмыс уақытынан тыс уақытта жолдаймыз. Сақтандыру компаниясы сол сот актісі арқылы олардың жаңағы келтірілген шығындарын өндіріп беруге ары қарай жұмыс жасап, сол 10 күнге жетпейтін уақытта төлеп береді. Мысалға, қазір азаматтарға сот қаулысын алу үшін сотқа келудің де қажет жоқ. Бірден жаңағы қаулы көшірмесі осы төрелік ақпараттық жүйесі арқылы сақтандыру компаниясына бірден түсіп тұрады. Кейбіреулер әлде де түсінбей жатқандар бар, енді халық болсын түсіндіріп кетіңізші, қалай алады, қалай қабылдайды? Мысалға, сот актісін егер сіз өзіңіз әр азамат өзінің сот кабинет сервисіне тіркелсе, өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасы болса, өзінің үйінде отырып алып, егер интернет болса, кіріп, өзіне қатысты, іске қатысты қаулыны, қажетті құжатты шығарып ала алады. Уақытқа өте тиімді. Сонымен қатар, мысалға, қаулы көшірмесін біз барлық уәкілетті органдарға жолдаймыз. Мысалы, тағы да сол жол көлік оқиғасы бойынша айтып өтейік. Егер оның жаңағы жүргізу куәлігін алу керек болып, жаңағы ішкі істер органдарына, жаңағы полиция бөлімшесіне бару керек болса, біздің қаулы көшірмеміз ол жақта да уже электронный форматта тұрады. Оның жаңағы қаулыда судьяның қолы, заңды күшіне енген күні, жаңағы қазіргі мөр басудың қажет жоқ, қаулының астында өзінің баркоды бар. Сол тұрады, сонымен уже барлық жерден барып, өзінің қажетті жаңағы жүргізу куәлігін болмаса сақтандыру компаниясында өзіне келген шығынды өндіріп алуға ары қарай әрекеттерін жасай беруіне толық мүмкіндігі бар. Бүгінде бұл барлығы 100%-ға жолға қойылған, халыққа ең тиімді дейсіз ғой. Енді Айгүл ханым, мемлекет басшысы осы халық үніне құлақ асатын мемлекет, яғни осы тұжырымдамасын іске асыру барлығымызға ортақ деп айта келе, яғни халықпен тиімді кері байланыс орнату қажеттігін айтқан болатын. Енді осы мақсатта сот жүйесінде қандай жұмыстар атқарылуда, осыған да бір аз кем тоқтала отырсаңыз? Осы сот жүйесінде жасалып жатқан барлық реформалардың мақсаты халыққа тиімді қызмет ету. Бұған дейін де енді қазір еліміздегі пандемияға байланысты тек соттарға кіруге мүмкіндік барлық жақта солай отыр, жалғыз сот емес, барлық мемлекеттік органдарда. Оған дейін бізде барлық осы республика соттарында ақпараттық орталықтар ашылды. Ақпараттық орталықтар барлық соттың бірінші қабатында орналасқан. Ол жерде әр соттың өзінің бір маманы отырады. Сонымен қатар ол жерде тегін медиатор, заңгер, адвокаттар отырады. Арнайы оларға орын бөлінген. Сол жерге азаматтар өзі кіріп, өздеріне туындаған сұрақтар бойынша жауаптарын алуға болады. Ол көмектің барлығы тегін көрсетіледі. Сонымен қатар төменде бізде сот кабинеті сервис орнатылған. Ол жерде арнайы бір қызметкер отыр. Ол жерге жаңағы қажетті ксерокс принтер барлығы қойылған. Сонымен қатар барлық арыз үлгілері, стендтер жасақталып ілініп қойған. Келіп өзіне қажетті ақпаратты. Егер ол жерден түсінбей жатса, сол жерде әр соттың өзінің маманы отыр, ол түсіндіріп беріп, толық мәлімет бере алады. Сонымен қатар бір жерден ақпараттық орталықтан алады. Медиатор қажет десе, сол жерде медиаторға, заңгер қажет десе, заңгерге, адвокат қажет десе, адвокатқа барып өзінің тегін көмегін алуға мүмкіндік бар. Білу керек. Тек пайдалана білу керек. Енді бүгінде сот жүйесіндегі цифрландыру жалпы жұмыстарының қарқыны қалай болып жатыр? Енді бір шама уақыт болды, жалпы цифрландыру, барлық саланы осы цифрландыру форматына көшіру. Енді сот саласында ол цифрландыру біз енді өзімнің әкімшілік сотыма қатысты айтқым келіп отыр. Бізде әкімшілік сотта 2018 жылдан наурыздан бастап электрондық сот жүйесіне біз уже қамтылып болдық біз. Бізге қазір әкімшілік құжаттарды, болмаса істерді қағаз нұсқада алып келмейді. Барлығы электронды түрде. Мысалы, әкімшілік сотқа уәкілетті органнан іс келіп түседі. Істі тіркеп болғаннан кейін жаңағы іс бойынша іске қатысушыларға хабарлама барады, СМС.
сіздің ісіңіз сотқа келіп түсті деген бірінші. Содан кейін істі біз енді тіркеп болғаннан кейін судьяға бергеннен кейін судьяның хатшысы істі тағайындаған жағдайда істің тағайындалған жөнінде тараптарға тағы да хабарлама барады. Сот процесі мынандай күні өткізіледі деген. Сол күні хатшы ол жаңағы іске қатысушыларға хабарласып, ұялы байланыс телефоны арқылы қазір осы пандемияға байланысты WhatsApp'ты да қосып қойдық процесстерге. Оған шейін Трюкомов бағдарламасы егер өзінің ұялы байланыс телефонында болса, сол бағдарлама арқылы, болмаса WhatsApp бағдарламасы арқылы қатысуға мүмкіндігі бар. Ал бұған дейін де 2018 жылдан бері біз ішкі істер органдарына қарасты әкімшілік қамау орнымен, Тасбөгеттегі ішкі істер бөлімі, Ақсай бөлімдерімен, сот залымен бірге солардағы бір кабинетті жасақтандырып, бейне байланыс орнатып қойғанбыз. Ол кезде де сотқа келуге бірден сол жаққа баруға да мүмкіндік бартығын сол жерлерге. Мысалы, Тасбөгетте отырса, біздің сотқа келудің қажет жоқ, сол жерде отырып, сот залы өзіне қатысуға мүмкіндік болатын. Қазір сотта 100%-ға цифрландырылып көшірілді десек қате айтпаймыз. Енді сот процестерінде ашықтықты қамтамасыз ету үшін бүгінде техникалық мүмкіндіктер жеткілікті қамтамасыз етілгенде айтып отырсыз. Дегенмен де осы біздің жалпы қалада сот залдарында аудио және бейне жазу аппаратуралармен жарықтандыру жағы қалай болып жатыр, мен осыны сұрағым келіп отыр. Бізде сотта барлық қалада, аудандарда, облыста барлығымызда аудио бейне жазба қойылған, 100% аудио бейне жазба құралдарын несімен жұмыс жасайды соттардың барлығы. Егер іске қатысушы тараптар өздеріне қажетті аудио жазбаны алғысы келсе, бізде арнайы Қазақстан Республикасы жоғарғы сот төрағасымен қағида бекітілген, соған сәйкес сотқа өтініш беріп, бірақ бейне жазба берілмейді, аудио жазба ол кісіге дискіге көшіріліп міндетті түрде беріледі. Ал бейне жазбамен сот залына келіп танысуға толық мүмкіндігі бар. Сот залдары толығымен қамтамасыз етілген аудио. Енді Айгүл ханым, жалпы осы елімізде, яғни тек елімізде емес, жалпы әлемде орын алған осыны індетке байланысты барлық сала енді қашықтан, яғни онлайн форматта жұмыс істеуге тура келді. Енді сол карантин уақытында, төтенше жағдай жарияланған уақытта енді сот саласы қалай жұмыс істеді? Осыған да бір тоқталсаңыз. Төтенше жағдай жарияланған кезде соттар өз жұмыстарын тоқтатқан жоқ, оны барлықтарыңыз білесіздер. Ол сот саласында жүргізіліп жатқан кейбір салаларға бір қиынға соқты, онлайн форматта жұмыс істеу мәселен. Жоқ, бізде қиындық болған жоқ, себебі біз оған дайын болдық деп есептеймін. Барлық осы цифрландырудың арқасында, ақпараттық сервистардың бәрі жетілдірген арқасында, оның барлығы соның дәлелін осы әлемдегі пандемия кезінде өз дәлелін тапты деп ойлаймын. Біз осы төтенше жағдай жарияланғанда бірден онлайн форматқа көшіп кеттік соттардың барлығы. Істердің барлығы тек онлайн форматта. Осы WhatsApp желісін сол кезде қосты. Трюкомов бағдарламасы болмаған жағдайда WhatsApp-қа бірден тараптардың барлығы қосылуға. Оның алдында да осы соттарды жаңағы барлығын онлайн форматта өткізіп тұрыңыздар. Онлайн енді ол кезде сотқа келіп залға қатысам деушілер болғанда келіп қатыстыратын. Ал мына пандемияның кезінде ешкімді кіргізген жоқ. Сол кезде тек осы өздерінің ұялы байланыс телефондары арқылы толығымен ешқандай қиындық болған жоқ. Қатысып осы немен. Ал енді осы төтенше жағдай режимін бұзу бойынша жасалған құқық бұзушылықтар туралы статистикалық мәліметтерге де аз кем тоқтала отырсаңыз, қандай енді бір мәселелер орын алды? Енді осы қаншалықты төтенше жағдай жарияланған жағдайда әрине төтенше жағдай режимін бұзған құқық бұзушылықтар көп болды деп айтсам болады. Сол наурыз айынан бастап, сол төтенше жағдай аяқталғанға дейін мерзімде біздің Қызылорда қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына 471 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс келіп түсті. Оның барлығы өздері судьялармен қаралып, өз шешімдерін тапты. Енді оның ішінде тоқталатын болсақ, құқық бұзушылықтардың орын алғаны жаңағы бетпердесіз жүру, бас санитардың қаулысында көрсетілген уақыттарда дүкендерді ашу, болмаса жаңағы бір отырыстарды жасау, той жасау, сонымен қатар жаңа 9-дан кейін сол кезде автокөліктердің жүргізуіне рұқсат берілмеді ғой. Сол кезде автокөліктерді жүргізіп айдағандар өте көп болды. Жаңағы бекеттерден, блокпосттардан заңсыз өтіп кету жағдайлары өте көп болды. Сол кезде как раз елімізде жаңағы мұсылмандардың несі ораза басталды ғой. Аузы шар өткізген жағдайлар да болды, жинақталып. Соған қатысты, сол істердің барлығы сотта келіп қаралып, өз шешімдерін тауып, енді баға судьялармен оларға баға берілді. Айгүл ханым, әңгімемізді содан кейін жалғастырамыз. Бізді желіде тосқан көрермен бар екен, тыңдап көрсек. Қайырлы күн, көрермен, тыңдап отырмыз. Сауалыңызды жолдай беріңіз.
Алло, саламатсызбы, қайырлы күн. Қайырлы күн. Менің сұрағым не ғой, жаңағы тегін заңгерлік кеңес алуға болады дейді, сосын жаңағы адвокат беріледі дейді тегін. Ол қай жерге барамыз, сол білгім келмеді. Сауал түсінікті ме? Тегін кеңес? Иә, сауал түсінікті. Енді қазіргі уақытта анау елімізде пандемияға байланысты қазір сотқа ешқандай ешкімді кіргізіп жатқан жоқпыз. Бірақ біз соттың кіре берісінде адвокаттар, қорғаушы отыр. Сонымен қатар бізде қазір заңгерлер одағы бар ғой. Сол заңгерлер одағындағы барлық заңгерлер өздерінің көмектерін тегін көрсетеді. Бірақ мен енді қазір өкінішке орай олардың қай жерде отырып жатқанын білмейді екен. Бұған шейін біздің зданияның ішінде отырғандығын. Қосымша біліп беруге мүмкіндік бар. Телефон номер бар ма? Хабарласатын қалай білуге болады? Кімге хабарласын бұл көрермен? Мен сізге айтайын, сіз мүмкін көрерменнің номерін біліп алып, сосын қосымша хабарласа болады. Бізге көрермен редакторларға байланыс номеріңізді қалдырыңыз. Біз сізге міндетті түрде хабарласып, осы мекен жайды, телефон номерін айтатын боламыз. Болмаса мен телефоныма, жұмыс телефонымызға хабарласуға болады. Енді жалпы қазіргі уақытта жалпы қай санаттағы әкімшілік құқық бұзушылықтар осы сотқа көп келіп жатады? Осы статистикалық мәліметтерді бүгін осы эфирге келетін болғасын зерделеп қарадым. Сол зерттеу жасап былай қарап отырсам, бізде қазір бүгінгі таңға өте көп болып тұрған жүргізушілердің автокөлікті масаю күйінде айдау. Әлде де көп, бұл? Өте көп екен. Былтырғы жылдың несімен есепті кезеңімен салыстырсам 271 іске көп болып отыр екен. Әлде азаймай отыр екен. Сонымен қатар жол қозғалысы ережелер, оның ішінде жаңағы машинамен бір-біріне соқтығысып қалу, сол санаттағы істерде 100 іске көп болып отыр екен. Осы 2 санат көп болып отыр. Қандай шара көріледі бұл? Енді қалай тоқтатуға болады? Біз жаңағы жүргізушілердің енді масаю күйінде ол бойынша профилактикалық судьялар тарапынан семинарлар, бұқаралық ақпарат құралдарына мақалалар беріліп жатыр енді. Оның жазасы да қатаң. Мысалға, егер көлігіңізді масаю күйінде айдасаңыз, оның 15 тәулік әкімшілік қамауға алынады біріншіден. Қосымша 7 жылға көлік құралы басқару құқығынан айыру жазасы бар. Куәлігіңізді алып қояды. Куәлігі де алып қояды, оның үстіне жаңағы әкімшілік қамау орнына қамалады 15 тәулікке. Мысалы, оны күнделікті енді айтылып жатыр, ақпараттанып жатыр деген ғой, халық ол жөнінде не қылып жатқан жоқ. Қалай шектеуға? Дегенмен орын алуда. Орын алуда дегенмен. Енді мен қосымша сұрап кетейін, жалпы айтып жатырсыз ғой, осы пандемия жағдайында, осы төтенше жағдай орын алғанда онлайн форматта жұмыс істедік, бізге қиынға соққан жоқ, оған дайын болдық деп. Жалпы сіздерге қалай, бұл онлайн форматта жұмыс істеген тиімді ме? Әлде осы дәстүрлі форматта ма, қалай? Енді бізге онлайн форматта жұмыс істеуде, былайда жұмыс істеу біз үшін тиімді, бірақ енді бұл халық үшін тиімді болу керек қой. Барлық жасалып жатқан жұмыстың бәрі осы халықтың игілігі болғандықтан, мен ойлаймын, онлайн форматтағы тиімді деп. Себебі ол азаматтың уақытын үнемдейді. Ол сотқа келіп тұрмайды. Сотқа келіп кейде кезек күтіп тұрмайды. Енді уақытқа өте тиімді. Мысалы, жұмыс орнында болса, ол жұмыс орнынан сұрануға, басқа қалада іс сапарда жүрсе, о жақтан бері қарай келуге ешқандай қажеттілік туындамайды. Сондықтан онлайн форматта жұмыс жасаған жақсы деймін. Кешегі 8-ші съезде де осы тақырып қозғалып, болашақта осы электрондық сот форматта істерді қабылдауды, сонымен қатар сот отырыстарын өткізуді заңмен реттеу қажеттілігі айтылды. Енді алдағы уақытта бұның да нәтижесін көреміз деп ойлаймын. Енді Айгүл ханым, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде болғандықтан уақытымыз шектеулі болып тұр. Дегенмен де енді мені бір студент қыз маған бір сұрақ жазып жіберіпті. Енді сіздің салаңыз, сіздің мамандығыңыз қызықтырып отырған болу керек, эфирді басынан бастап көріп. Былай сұрапты, жоғары оқу орнын заңгер мамандығы бойынша тәмамдаған жастар, яғни студенттер сотқа жұмысқа тұрғысы келсе, қалай тұруға болады, тәртібіне аз кем тоқталасыз ба деп менің номеріме бір студент жазып жіберіпті. Енді соттағы мемлекеттік қызмет хатшылар, барлық мамандардың барлығы Б корпус мемлекеттік қызметшілер қатарына кіреді. Біріншіден олар жаңағы бізде емес, бірінші тест тапсыру керек. Бұл жаңағы агенттіктің Қызылорда облысы бойынша басқармасына мемлекет сол жақтан барып тест тапсырады. Бірінші мемлекеттік тілді білуге қатысты және заңнамалауға қатысты тестті тапсыру керек. Соның нәтижесін алғаннан кейін біздің соттармен жарияланған конкурстарға қатысады. Сол конкурстың нәтижесімен қабылданады. Өзіңіз қалай келдіңіз жалпы? Енді мен бұл сот салаға келген кезде бізде ондай конкурс жоқты. Бізде жаңағы әділет, мен ол кезде әділет
юстицияға қарайтынды ғой мекеме неміз соттар. Сол жаққа барып арыз жазып, солай қабылданған. Мен бірінші заң компаниясында жұмыс істедім. Сол заң компаниясында істеп жүріп, жұмыс жасай жүріп барып, сотқа ауыстым. Содан кейін маман болдым, маманнан кейін бас маман болдым, одан кейін кеңсе меңгеруші болдым, солай жалғасып. Өстіп сатылап көтеріліп келе жатырмыз ғой. Жалпы бұл салаға келу үшін басты талап қандай? Не талап қойылады? Ең басты талап. Ең басты талап енді мемлекеттік қызметшілердің қандай болуын өздеріңіз де білесіздер, жаңағы барлық заңмен жұмыс істеу керек, әдеп талаптарын сақтау керек. Сонымен бірге мен ойлаймын, өзіңнің мамандығыңды жақсы көріп, шын ниетпен жұмыс жасауың керек. Сен қандай мамандықты да жақсы көріп, соны жақсы жасасаң, ары қарай жұмыс жасау оңай болады деп есептеймін. Рахмет сізге. Алтын уақытыңызды бөліп, жаңа күн төріне келіп, осындай халыққа пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмысыңыз қашанда нәтижелі, табысты, тек қана берекелі болсын дейміз. Абырой биігінен көріне беріңіз. Аман сау болыңыз. Сіздерге де соны тілеймін.